Саламатсыз ба? Оқушы жіберген есеп функцияның зерттеу. Функцияның өсу аралығын табыңыз. Функцияның өсу аралығын табу үшін бірінші оны туындысын тауып, нөлден үлкен немесе тең деу керек. Сонда не болады бізде? Функцияның туындысы бізде ол 3х квадрат минус 8х плюс 5-ке тең. Оны нөлден үлкен немесе тең дейміз. Яғни теңсіздік. Оны шығару үшін, квадрат теңсіздікті шығару үшін бірінші біз оны нөлге теңестіреміз. Дискриминантымыз 64 минус 60, яғни 4 шығады екен. Х сонда 8 плюс минус 2 бөлінген 6. Бұны алымда бөлімде 2-ге қысқартып жіберейік. Сонда бізде 4 плюс минус 1 бөлінген 3. Енді 4-ке 1 қоссақ 5, 5-ті 3-ке бөлеміз, 5 бөлінген 3. 4-тен 1 азайтсақ 3, 3-ті 3-ке бөлсек 1. Мынау бізде 1/3-тен 2. Енді табылған мәндерді координаталық сәулеге салып, өсу ретімен мәндерін табу керекпіз енді. Оны біз мынаған қараймыз. Міне, мынаған қараймыз. Х квадраттың алдындағы таңба плюс, сондықтан плюстен басталады. Келесі минус, келесі плюс. Енді біздің лайфхагымыз негізгі ол жерде х-тің орнына бір кез келген мәнін беру керек. Мысалы 0 берсек, бізде 5 шығады. Ол 0 бізде мына жерде еді. Сондықтан ол плюс. Енді бізге қай аралық керек? Бізге 0-ден үлкен аралық керек. Ол міне. Яғни жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін және 1/3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін. 1/3-тен 2 дегеніміз 3-тен 5 еді ғой. Сондықтан жауап табылады. Келесі. Функцияның кризистік нүктелерін табыңыз дейді. Кризистік нүктелеріміз дегеніміз бізде функцияны туындысын 0-ге теңестіріп шыққан түбірдің мәндері. Және кризистік нүкте деп мәні табылмаса да, ол да жауап болады. Бірақ мына жақта ондай жағдай емес. Қазір тек туындысын табайық. Туындысын табамыз. Ол бізде 2-ның туындысы 0, 18х квадраттың туындысы 36х минус 4х куб. Соны 0-ге теңестіреміз. 4х-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде 9 минус х квадраты болады. Тең 0. Енді әр көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде мынандай мәндер шығады. Осы 3 мәніміз біздің кризистік нүктелеріміз болады. Яғни минус 3, 0, плюс 3. С варианты. Келесі есеп. Функциясының кем интервалындағы х-тің бүтін мәндерін санын табыңыз дейді. Яғни біз бірінші функцияның кем аралығын табу керекпіз. Ол қалай? Функцияның туындысын 0-ден кіші немесе тең дейміз. Бірінші туындысын табу алайық. Туындысы 48х квадрат минус 48х плюс 9. Ол кіші немесе тең 0-ден болу керек. Байқағанымыздай барлығы 3-ке бөлінетін, 3-ке бөліп ала қойық. Сонда 16х квадрат минус 16х плюс 3. Кіші немесе тең 0-ден. Бірінші теңестіреміз. Енді дискриминант табайық. Дискриминантымыз бізде 256 минус 4 көбейткен 3 көбейткен 16. Яғни 16-ның квадраты дей қойық онда.
256. Енді мына жақтан 12 шығады, 12-ні 16-ға көбейту керекпіз. Сонда бізде 192 екен. Енді 256-дан 192 азайтатын болсақ, бізде 64 шығады. Ол бізде 8 еді. Сонда x-тің мәні бізде 16 плюс минус 8 бөлінген 32. Енді алымында да бөлімде де 8-ге бөлінетін сандар екен. Онда 8-ге бөлек. Сонда осындай мәнде шығады. 2-ге 1 қоссақ 3, 3-ті 4-ке бөлеміз. 4-тен 3 болады. 2-ден 1 азайтсақ 1, сонда 4-тен 1. Осыны өсіретімен жазайық. Бізде кішісі 4-тен 1 ол 0,125. Үлкені 4-тен 3 ол 0,175. Енді аралықтары сауалып мәнін іздейміз. Ол үшін мынаған қарайық. Бізде x квадраттың алдындағы таңба плюстен бастаймыз сонда. Енді бізде 0-ден кіші аралық керек екен. 0-ден кіші аралығымыз міне. Сонда біздің тему аралығымыз 0,125-тен 0,175-ке дейін. Ол аралықта бізде ешқандай бүтін сан жоқ. Сондықтан жауап та болады. Келесі есеп. Бұл жолда бізде кем аралық екен. Онда бірінші туындысын тауып алайық. Ол иррационалдың квадрат түбірдің несі бойынша, қасиеті бойынша бізде 1 бөлінген 2 түбір асты x шығады. Бірақ түбірдің астында бізде қарапайым функция емес, бізде күрделі функция тұр. Сондықтан біз былай жасаймыз. Бірінші формула бойынша туындысын тауып аламыз. Кейін оны ішіндегі, яғни түбірдің ішіндегі функцияның туындысына көбейтеміз. Ол бізде 4x минус 1 еді. 4x минус 1-ді 1-ге көбейтейік. Сонда бізде мынандай нәрсе шығады. Соны біз 0-ден кіші немесе тең дейміз. Оны қалай шығаратын едік? Бізде тағы бір нәрсе бар. Маяқта неге 2x? X қой. Түбірдің ішінде бір мән бар. Соның анықталу облысын іздеп жүрейік. Ол үшін 2x квадрат минус x плюс 1 үлкен немесе тең 0-ден дейміз. Енді ол бөлшектің бөлімде болғасын 0-ге тең бола алмайды, сондықтан тек қатаң үлкен дей аламыз. Оны шығару үшін біз дискриминантын табамыз. Ол бізде минус 1-дің квадраты минус 4 көбейткен 2 көбейткен 1. Яғни бізде 1 минус 8 болайын деп тұр. Теріс сан шығып тұр. Енді теріс, егер квадраттық теңсіздікте теріс сан шығатын болса, бізде 2 ғана жол бар. Немесе ол минус шегістіктен плюс шегістікке дейін, немесе ол жауабы жоқ. Енді қарап отырсақ, бізде минус шегістіктен плюс шегістік шығайын деп тұр. Неге? Себебі бізде x квадраттың алды плюс қой. Яқтан 0-ден үлкен, яғни плюс сұрап тұр. Екеуде бірдей нәрсені сұрап тұрғасын, онда бізде минус шегістіктен плюс шегістікке дейін. Яғни кез келген мән бола алады. Бірақ бізде дискриминантымыз теріс сан болғасын, ояқта түбірі жоқ. Анықтау облысын тауып алдық. Яғни f минус шегістіктен плюс шегістікке дейін. Келесі. Енді біз мына теңсіздікті шығарайық. Ол үшін алымын 0-ге теңестіреміз және бөлімін 0-ге тең емес дейміз. Бірақ біз түбірдің астындағы функцияның дискриминанты минус болғасын түбірі жоқ екен білдікті, сондықтан бұны қарастырмасақ та болады. Тек осыны шығарамыз. 4x-міз 1-ге тең, x бізде 0,125.
соны координаттық сәулеге саламыз. Мына функцияға қараймыз біз. Плюс, минус. Енді неге тек мына функция қарадық, неге бөлім деген нәрсеге қарамыз? Себебі бөлім деген нәрсе бізде оң сан шығып тұр. Түбірден шығатын нәрсе бізде оң. Міне плюс 2 бізде оң. Сондықтан оң сан болғасын тіпті қарамадық, тек алымына қарадық. Енді бізге кем оралығы керек еді. Кем оралығы міне тұр. Сонда минус шексіздіктен минус 0,125-ке дейін. Ол бізде А жауабы. Келесі. Бұл жолы өсу аралығын табыңыз дейді. Өсу аралығы туындысын 0-ден үлкен немесе тең дейміз. Енің x дәрежесінің туындысы не еді? Ол енің x дәрежесінің өзі еді. Сондықтан бізде туынды тапқан кезде енің x дәрежесі плюс 5 шығайын деп тұр. Оны 0-ден үлкен немесе тең дейміз. 5-ті сол жақ, оң жаққа апарайық, минус 5 болады. Енді мына жерде сразу былай таба қоямыз. Бізде енің x дәрежесі дегеніміз ол 2,17-ның x дәрежесі деген сөз. Жобалап айтқанда 2,17 дегеніміз ол оң сан, оның қандай да дәрежесі оң болады. Сондықтан ол минус 5-тен қалай болғанда да үлкен болады. Сондықтан жауап минус шексіздіктен плюс шексіздік болады. Яғни кез келген көрсеткіштік функцияның, мысалы мына жақта 5-ті категория, оны минус 7-тен үлкен есе, бұл жерде де жауап минус 6-тен плюс 6 болады. Яғни кез келген көрсеткіштік функция бізде минустен үлкен болады. Келесі. Функцияның экстремум нүктелерін табыңыз дейді. Экстремум нүкте дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Егер бізде мынандай жағдай болатын болса, плюс, минус, минус, плюс, минус. Мына жерде плюс деп, былай істей қойайықшы. Осындай болатын болса, бізде А, В, С, Д деген нүктелер болатын болса, бізде экстремум нүкте болып, Д, С, А жатады. Неге? Себебі ол нүктелерде бізде бағыт өзгерді. Яғни А нүктесінде керісінше. А нүктесінде кемуден өсу аралығы ауысты. С нүктесінен өсуден кему болды. А нүктесінен кемуден өсу болды. Сондықтан ол нүктелер бізде экстрем нүктелер болып аталады. Ал В нүктесі экстрем нүктесі болмайды. Қазір шығарайық. Ол жерде де функцияның туындысын табамыз. Ол бізде 3х квадрат плюс 6х минус 45 тең 0-ге. Қазір біз кризис нүктелерін табайын дедік. 3-ке бөлейік. Сонда х квадрат плюс 2х минус 15 тең 0-ге. Дискриминант. Ол бізде 4 плюс 60, яғни 64. Ол 8. Сонда х бізде минус 2 плюс минус 8 бөлінген 6. Алымда бөлімді 2-ге қысқартайық. Сонда минус 1 плюс минус 4 бөлінген 3 болайын деп тұр. Тек мына жерде менде қате бар екен. Бізде А коэффициенті 3 емес, 1 ғой. Сондықтан яқта 2 болады. Енді алымда бөлімде біз 2-ге бөлетін болсақ, минус 1 плюс минус 4 болады. Енді минус 1 плюс 4 3-ке тең, минус 1 минус 4 минус 5-ке тең. Соны өсу аралығына салайық. Координаттық сәулеге салайық. Сонда бізде осындай болады. Енді біз мынаған қарап отырық. Х квадраттың алдында таңба плюс болғасын плюстен басталады.
Енді қарайық. Бізде бірінші өседі, плюс болғасын, кемейді, сосын өседі. Осы екі нүктеде де бізде ауысып тұр. Минус 5-те өсуден кемуге, 3-те кемуден өсуге болып тұр. Онда минус 5-іміз бізде максимум нүкте болады, ал 3-іміз минимум нүкте болады. Енді бұны біз елестететін болсақ, біз тау ретінде елестететін болсақ, онда мынау 5 деген шыңында тұр, значит, минус 5 деген максимум болады. Ал 3 деген бізде мына жақта шығырда тұр, онда ол минимум. Бұл бізде міне В екен. Келесі. Бұл жерде кризис нүкте деп сұрап тұр. Тағы айтатын, кризис нүкте дегеніміз нөлге тең болатын, туындысы нөлге тең болатын түбірлер және мүмкін емес мәндер. Туындысын таба қойық. Мына жерде 1 бөлінген формула бойынша x квадрат минус 6x плюс 15. Бұл күрделі функция болатын болғасын x квадрат минус 6x плюс 15-тің де туындысын табамыз. Ол бізде 2x минус 6 болады. Енді екінші жақшаны сыртына шығарып жіберетін болсақ, бізде мынандай сурет болады. Қараймыз, 2-де 2 қысқарады екен. Сонда бізде шықты x минус 3, x квадрат минус 6x плюс 15. Тең нөлге дейік. Сонда бізде x минус 3 тең нөлге, x тең 3-ке. Сосын мүмкін емес мәніміз міне. Соны тең емес деп алайық. X квадрат минус 6x плюс 15 тең емес нөлге. Сонда x квадрат минус 6x плюс 15-міз өзі тең емес нөлге. Дискриминантын қарайық. Бізде 36 минус 60 болайын деп тұр. Минустан шығайын деп тұрды, значит бізде түбірлер жоқ. Біз не ұмыттық? Біз анықталу облысын табуымыз кеттік. Яғни x квадрат минус 6x плюс 15-тің үлкен немесе тең нөлден. Бұл бөлшектің бөлімде болғасын тең үлкен нөлден. Енді дискриминантымыз бізде терістен шыққасын, бұл жерде түбірлер болмайды. Сол кезде не істейтін едік? X квадраттың алдында таңба бізде плюс, бізде нөлден үлкен, яғни плюс тұрып тұр. Онда бізде анықталу облысымыз минус x-тен плюс x болайын деп тұр. Онда тек қана қалды, мына нүктеміз қалды. X тең 3 деген. Сол тек қана кризис нүктеміз болады. Келесі. Бізде бұл жерде көрсеткіштік функция болып тұр. Көрсеткіштік функцияның интегралы аның x дәрежесі ln a еді. Бірақ бұл жерде бізде 3-тің x дәрежесі емес, 3-тің x плюс 1 дәрежесі болып тұр екен. Ал бізде қосынды болатын болса не еді? Аның m плюс n дәрежесі, аның m дәрежесі көбейтілген аның n дәрежесі еді. Дәл солай жасай қойық. 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі. 3-тің 1 дәрежесі деген бізде 3-ке тең. Ол коэффициент болғасын, қасиет бойынша мындай қасиет бар бізде. K f от x dx ол K f от x dx болып иррационал белгісінің алдына шығып кете қояды. Яғни 3-ті былай шығарып жібереміз. Енді бұл интегралдың формуласы бойынша 3-тің x дәрежесі бөлінген ln 3 деп жаза қоямыз. Плюс соңыз кетіп болған. Енді мына қайттан көбейтеміз ғой, мына қасиет бойынша. Сонда бізде 3-тің x плюс 1 дәрежесі бөлінген ln 3 болады. Плюс ұмытпаймыз. Сонда жауап болады. Келесі. Бұл функцияның өсу аралығын табу керекпіз. Жаңағыдай туындысын табайық бірінші. Ол бізде
x'тің 3 дәрежесі минус 4x квадрат плюс 3x тең 0 болайын деп тұр. Енді бізде үлкен немесе тең 0-ден ғой енді. Бірақ оны біз теңестіру арқылы табамыз, жазып қойыңызшы. Бірінші ең теңестірейік. X куб минус 4x квадрат плюс 3x тең 0-ге. X'ті сыртына шығарамыз. Сонда бізде мынандай нәрсе болады. Енді жеке-жеке 0-ге теңестірейік. Сонда бізде былай шектеледі. Оны дискриминантпен тапсаңыз да осындай жауаптар шығады. Енді бұны координат сөйлеуге саламыз. Ең кішісі бізде 0, сосын 1, сосын 3. Біз маған қараймыз. Онда плюс, минус, плюс, минус. Бізге 0-ден үлкен немесе тең, яғни плюс аралық керек бізге. Сонда жауабымыз 0-ден 1-ге дейін және 3-тен плюс x-ке дейін. Бұл С жауабы. Келесі. Экстрем нүктесін табыңыз дейді. Дәл жағындай туындысын табамыз. Ол бізде 9x квадрат минус 12x плюс 3. Соны 0-ге теңестірейік. Бірінші 3-ке бөлсек болады екен яқта. 3x квадрат минус 4x плюс 1 тең 0. Дискриминантын табайық. Ол бізде 16 минус 12. Яғни 4, түбірас 4-іміз 2-ге тең. X 4 плюс минус 2 бөлінген 6. Алымда бөлімде 2-ге қысқарта қойық. Сонда 2 плюс минус 1 бөлінген 3. 2-ге 1 қоссақ 3 болады. 3-те 3-ке бөлсек 1. 2-ден 1 азайтсақ 1, 1-де 3-ке бөлсек 3-тен 1. Енді тексерейік. Бұл екеуде экстремум бола ала ма екен? Бола алатын болса, соны көрсетеміз. Біз мынаған қараймыз. X квадраттың алдында сан плюс болғасын, плюстен бастаймыз. Сонда бізде 3-тен 1-ге дейін өсті, 3-тен 1-ден кішірейді, өсті. Онда 3-тен 1-іміз бізде максимум нүкте, ал 1-іміз минимум нүкте болады. Бұл міне вариант. Келесі. Бізде бұл функцияның минус 1-ден 2 аралығындағы ең үлкен және ең кіші мәндері дейді. Біз бірінші жаңа өзі кем аралығын тауып аламыз. Яғни туынды табамыз. Ол бізде x куб болайын деп тұр. Минус 8x. Соны 0-ге теңестірейік. Сонда x 16x неқті. x 16x. x жақшаны сыртына шығарып жіберсек, x квадрат минус 16 тең 0. Сонда x тең 0. X квадрат минус 16 тең 0. X квадрат тең 16. X тең плюс минус 4. Енді координат сөйлеуге салайық. Минус 4, 0 және плюс 4. Өсу кем аралықтарын тауып ала қойық. Біз мынаған қараймыз. Плюс, минус. Кеміді, өсті, кеміді, өсті. Енді мына аралыққа көңіл бөлейік. Ол аралық қай жерде болатын еді бізде? Ол аралығымыз бізде яқта минус 1, осының яқта 2 болатын еді. Яғни сол аралыққа тек қана 0 жатады екен. Сонда біз 0-де де аламыз, минус 1-де де 2-ден шеткі нүктелерін ала қоямыз. Бірақ мына жақтан көріп тұрғандай максимум нүктеміз 0 болайын деп тұр. Сол 0 деген мәнді біз апарып мына функция қоямыз.
яғни x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус 8x квадрат деген алғашқы функциямыз бар ғой. Соған қоямыз. Қойық. Бірінші нөлді қойық. Онда нөлдің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус 8 көбейтілген нөлдің квадраты. Яғни 0 шығайын деп тұр. Енді минус 1-ді қойық. Минус 1. Минус 1-дің 4 дәрежесі 1 болай береді. Бұл 4. Сосын, яқта минус 1-дің квадраты дегеніміз 8x квадратты қой. Ол минус 8 болып қалай береді. Яғни 0,125-тен сіз 8 алсаңыз етіп отырсыз. Ол бізде минус 7,175 екен. Келесі соңғысы бізде 2-ні қой керекпіз. 2-ні қойсақ, 2-нің 4 дәрежесі, 2-нің 4 дәрежесі бізде 16 бөлінген 4 минус 8 көбейтілген 4, яғни 32. 4-тен 32 азайтсақ, бізде минус 28 шығайын деп тұр. Енді осы 3 мәнді салыстырамыз. Ішінде ең үлкен 0 болайын деп тұр. Y макс 0. Ал ең кішісі бізде минус 28 болайын деп тұр. Келесі. 12-ші бізден екінші дәрежелі туындысын тауып, орнына 45 градусты қойсын деп жатыр. Онда бірінші туындысын табайық. Ол 2x плюс синустың туындысы косинус. Бірақ бізде аргументіміз күрделі болып тұрғасын, оның да туындысын табамыз. Яғни 2x плюс 2 косинус 2x болайын деп тұр. Енді екінші дәрежелі түбірін табайық. Туындысын табайық. Біз бұның туындысын тауып отырық. 2x-тің туындысы 2 плюс 2 көбейтілген косинус 2x-тің туындысы минус синус 2x, және біз күрделі функция болғасын 2x-тің туындысын тағы табамыз. Сонда бізде 2 минус 4 синус 2x тұр. Енді осы x-тің орнына біз 45 градус аламыз. Сонда 2 минус 4 синус 45-ті 2 өтсек 90 градус болайын деп тұр. Сонда 2 минус 4, яғни минус 2. Синус 90 бізде 1-ге тең ғой. Келесі. X квадрат минус 36 бөлінген x плюс 6 dx. X квадрат плюс 36 дегеніміз бізде x квадрат минус 6-ның квадраты. Яғни бұл квадраттың айырмасы. А квадрат минус v квадрат, ол бізде a плюс v, a минус v-ны береді. Сонда x плюс 6, x минус 6 тұр бұл жерде. Сонда x плюс 6 мен x плюс 6 қысыратты. Қалды бізде x минус 6 dx. Формула бойынша жауап осындай болады. Ол бізде с екен. Келесі. Бұл жерде dx бөлімде x минус 3-тің квадраты тұр. Енді бұны жоғарылық бөлейік. X минус 3-тің минус 2 дәрежесі dx болады. Біз үшінші формуланы қолданамыз. Яғни x n плюс 1 бөлінген n плюс 1 деген ережені қолданайық. Сонда бізде дәрежесі x минус 3 дәрежесінде минус 2-ге 1 қоссақ минус 1 бөлеміз минус 1. Бұл бізде 1 бөлінген x минус 3 минус. Сол минусты көбейте салайық ішіне жаққа. Бізде не болады? 1 бөлінген 3 минус x болайын деп тұр. Енді орнына қойық. 3 азайту 2,
азайту, 3 азайту 1. 3-тен 2 азайтсақ бізде 1 шығайын деп тұр. Яғни 1 бөлінген 1. Одан 1 бөлінген 2-ні азайтайық. 2-ден 1-ден береміз. 2 азайту 1 бөлінген 2. 2-ден 1 шығайын деп тұр. Бұл бізде 0,5. Келесі 15-ші есеп. Бізде күрделі функция тұр екен. Күрделі функцияның интегралын қалай шығаратын есімізге түсірейік. Егер бізде f kx плюс f болатын болса, tx ол бізде k-дан 1 kx плюс v плюс s болатын еді. Сондықтан мен яқта косинус 2x-тің интегралын жеке табатын болсақ, 2-ден 1. Сосын косинустың интегралы қалады бізде, ол синус 2x еді. Плюс с болады. Ал x квадраттан 1-дің интегралы не еді? X квадраттан 1-дің интегралы бізде минус x-тен 1 еді. Оны біз қаяқтан көрдік? Оны біз жаңа мына есепте шығардық как раз. Квадрат. Енді екеуін қойып бірге. Сонда не болады? 2-ден 1 синус 2x минус x-тен 1 плюс с. Бұл с екен жауабы. Келесі. Экстрем нүктесін табыңыз дейді. Экстрем нүктесін бірінші кризистік нүктесін табу арқылы істейтіміз. Ол туындысын нөлге теңестіреміз. Мына жерде туынды дегеніміз көбейтінді болғасын жеке-жеке табамыз. Бірінші көбейткіштің туындысын екінші көбейткішке көбейтеміз, плюс екінші көбейткіштің туындысын бірінші көбейткішке көбейтеміз. X-тің туындысы бізде 1-ге тең. Сондықтан e минус x квадрат шыға келеді. Ал e минус x квадраттың туындысы ол соның өзіне тең. e минус x квадрат. Бірақ дәрежесінде бізде қарапайым функция емес, күрделі функция тұр. Сондықтан соныңда туындысын табамыз. Оны көбейтеміз x-ке. Шығарайық. Сонда бізде e-нің минус x квадрат. X квадраттың туындысы минус 2x еді. Сонда бізде минус 2x көбейтілген x көбейтілген e-нің минус x квадраты. E-нің минус x квадратын жақшаның сыртына шығарып жіберсек, e минус x квадрат. Жақшаның ішінде бізде 1 минус 2x квадрат қалатын еді. Оны нөлге теңестіреміз. Енді жеке-жеке теңестірген кезде e-нің минус x квадратын нөлге теңестірсек, бұл мүмкін емес. Неге? Себебі санның қандай да бір дәрежесі нөлге тең бола алмайды. Тек нөлдің ғана дәрежесі нөлге тең. Енді 1 минус 2x квадратты нөлге теңестіреміз. Сонда 1 бізде 2x квадратқа тең болады. X квадратымыз 1 бөлінген 2, x сонда плюс минус түбірасты 2 бөлінген 2 шығады. Осы екі мәнді қоя қойып. Біріншісі минус түбірасты 2 бөлінген 2, екіншісі түбірасты 2 бөлінген 2. Өсу кем аралығын табайық. Бізде қайсына қараймыз? Біз мынаған қараймыз. Оның таңбасы бізде плюс пе минус пе екен. Міне, осы жерде қиналады екенбіз, онда біз мән берейік. Біз мынаны нөлді қойсақ болады. Сонда e-нің нөл дәрежесі 1 минус 0. Сонда бізде плюс 1 шығайын деп тұр. Себебі e-нің нөл дәрежесі 1-ге тең ғой. Сонда 0 деген бізде плюс. Плюс, минус, минус. Енді кемейді өседі, кемейді. Бұл сонда минимум, бұл бізде максимум ойынып тұр. Д жауабы. Келесі. Бізде бір функция тұр. Бұл қандай функция екен табу керекпіз бірінші. Бұл бізде көрсеткіштік функция. Аның x дәрежесі. Және мына нүктеге қараймыз.
x 1-ге тең болған кезде y 2-ге тең болады. Ол қандай жағдайда болады? Ол тек 2-нің x дәрежесі болған кезде. X-ің орнына 1 қойсақ, y 2-ге тең болады. Сонда біздің функциямыз мына жазайын. Y тең болады 2-нің x дәрежесі екен. Енді бізде қисық трапецияның ауданын тап деп тұр. Сол ауданын табайық. Бірінші x-тің мәндерін қарайық. 0 мен 1 екен. Сонда 0-ден 1-ге дейін. Келесі үстіңгі функциямыз бізде 2-нің x дәрежесі. Астыңғы функциямыз y тең 0. Оны жазбай қойсақ болады. X дейміз. Интегралын табамыз. Ол 2-нің x дәрежесі бөлінген ln 2. Бірінші 1, сосын 0-ді қоямыз. 1-ді қойған кезде 2 бөлінген ln 2 болайын деп тұр. Ал 0-ді қойған кезде 1 бөлінген ln 2 болайын деп тұр. Азайтамыз. 2-ден 1 азайтсақ, 1 қалады ln 2. Немесе жоқ. Бар екен ғой жауап. Міне. Немесе қалай болар еді? Ол логарифм 2 негізде e болар еді. 2 жауап болады. Келесі. Анықталған интегралды тап дейді. Анықталмаған интегралды. Белгісін қарайық. X-ның 4 дәрежесі минус 2x квадрат плюс 1 бөлінген x минус 1 x плюс 1 dx. Мынаның ең оңай жолы мынадай. Біз астындағы бөліміндегі жақшаны ашамыз. Ол бізде қысқаша көбейту формуласы x квадрат минус 1 болады. Енді үстіндегі функцияны астындағы функцияға бөле салайық. Қанша бүтін, қанша қалдық шығады екен. Біз x квадратты x-ның 4 дәрежесі қылу үшін оны x квадратқа көбейту керекпіз. Яғни x квадраттан берейік. Сонда бізде x-ның 4 дәрежесі x квадратты x квадратқа көбейттік. Енді x квадратты минус 1-ге көбейту керекпіз. Сонда бізде минус x квадрат шығайын деп тұр. Азайтайық. Мына жерде 0 болады. Мына жерде минус x квадрат болады. Сосын плюс 1-іміз түседі. Енді бұны x квадратты минус x квадрат қылу үшін минус 1 тұр. Минус x квадрат плюс 1. Сонда біз бөлетін болсақ, алым бөліміне бізде x квадрат минус 1 бүтін шығайын деп тұр. Бүтіндей шығайын деп тұр. Мен не қажет алайын. X квадрат минус 1. Байқасақ, мынау бізде x квадрат минус 1-дің квадраты ғой. dx. Енді формула бойынша x-тің кубы бөлінген 3 минус x плюс с болайын деп тұр. Оны есептегі жауаптарына қарап, бұлай түрлендірсек болады. Сонда ол с жауабы болады. Келесі. Міне интегралды есептеңіз дейді. Дәл жаңа методиканы қолданайық. 2x-ті біз x минус 3-ге бөлейік. X минус 3-ге. X-ті 2x қылу үшін 2-ден береміз. Сонда бізде 2x минус 6 болады. Азайтсақ, 6 қалдық шығайын деп тұр. Сонда 2x x минус 3 ол 2 бүтін 6 қалдық болайын деп тұр. Енді бұның интегралын табу керекпіз. Бірінші x-тен 1-дің интегралы неге тең болатынын табайық. Ол бізде ln x болады. Ал x минус 3 болса, ln x минус 3 болады сәйкесінше. Сонда жауап 2-нің интегралы 2x плюс 6 коэффициентке тиіспейміз мына коэффициентке. Ал x-тен 3-тен 1-ден табатын болсақ, бізде ln модульдің ішіндегі x модульді ұмытып кеттім.
Модулдың ішінде x минус 3 плюс с болады. Сонда жауабымыз с. Мына плюс қалай шықты? Себебі бізде қалдығымыз плюс 6 болды. Егер қалдық минус 6 болса, сәйкесінше мына жерде минус болады. Келесі. Ең үлкен және ең кіші мәндерін табу керек. Дәл жағындай бірінші не істейміз? Бұның туындысын табу керекпіз. Ол 3x квадрат плюс 6x. Сосын оны 0-ге теңестірейік. X жақтан сыртына шығарып жүрсек, бізде 3x плюс 6 қалайын деп тұр. X сонда 0-ге тең, 3x плюс 6 тең 0. 3x тең минус 6, x тең минус 2. Минус 2, 0. Енді мына аралығымызды да көрсе ғой, көш жақтан. Ол бізде минус 3 мына жерде, плюс 3 мына жерде. Сонда минус 2-де 0-де осы аралыққа кіріп тұр. Онда біз қазір төртеуінде бұл x-тің орнына қоямыз. Бірінші функциямыз жазайын. Yx тең x куб плюс 3x квадрат плюс 12. Осы жерге бірінші 0-ді қойын. Ең оңайы маған 0. 0-ді қойсам, мына 2 0 болады. Жауабым 12 шығады. Келесі минус 3-ті қойсам, минус 3-тің кубы плюс 3 бөлген минус 3-тің квадраты плюс 12. Яғни минус 27 плюс 27 плюс 12. Яғни тағыдан 0 шығып тұр. 12 шығып тұр екен. Келесі 3-ті қойсам ше. 3-тің кубы плюс 3 бөлген 3-тің квадраты плюс 12. 27 плюс 27 плюс 12. 54-ке 12 қоссақ, 66. Келесі бізде минус 2 қылып қойдық. Минус 2. Минус 2-нің кубы плюс 3 бөлген минус 2-нің квадраты плюс 12. Минус 2-нің кубы минус 8 плюс минус 2-нің квадраты 4. 4-ті 3 бөлсек 12 плюс 12. 24-тен 8 айырсақ, бізде 16 болады. Енді ең кіші мәні бізде 12 болып тұр, 4-тен салыстырғанда. Ал ең үлкен мәні 66. Сонда, міне. Келесі. 21-ші есеп. Берілген функцияның заңымен қозғалатын нүктенің Т4 кезінде мезеттегі үдеуін тап дейді. Формула есімізге түсірейік. Жылдамдық табатын болсақ, біз арақашықтықтың туындысын табатын едік. Ал үдеуді табу үшін біз жылдамдықтың туындысын табатын едік. Яғни бізде екінші дәрежелі туындысын тап деп тұр бұны. Таба қойық. Яғни 1,5 t квадрат плюс 4t плюс 2024. Үдеуді табайық. Мынаның туындысын табамыз. Яғни ол 3t плюс 4. Енді осы t-ның орнына 4-ті қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 4 плюс 4. 12 плюс 4 ол 16. В жауабы. Келесі есеп. Ең үлкен және ең кіші мәндерін табу керек. Туындысын алып, 0-ге теңестіреміз. Туындысы 4x куб минус 4 тең 0. 4-ге бөле салайық. Сонда x куб минус 1 тең 0. X куб 1-ге тең, x сонда 1 болады.
мына аралыққа кіреді бізде, онда ол мәнді де ала берейік. Енді сразу орнына қояйық. Бізде бірінші функциямыз жазып алайық. X-тің 4 дәрежесі минус 4x. Енді сол x-тің орнына 1-ді берейік бірінші. Сонда 1 минус 4 минус 3 болады. Минус 1-ді берсек, 1 плюс 4 тең 5 болады. Ал 2-ні беретін болсақ, 2-ның 4 дәрежесі 16, минус 4 көйткен 2, 8. 8. Сонда салыстыратын болсақ, минимум нүктеміз минус 3, максимум нүктеміз ол 8. Міне, С болады. Келесі. Кем оралын табу керек. Ол үшін туындысын косинус x минус 1-ді кіші немесе тең 0-ден дейміз. Ол косинус x-іміз кіші немесе тең 1-ден болады. Ал косинус ол минус 1 мен 1-дің арасында негізі. Косинус x-тің бүкіл мәні минус 1 мен 1-дің арасында. Сондықтан ол кез келген мәнінде 1-ден кіші немесе тең болады. Сонда жауап А. Келесі. Функциямыз косинус x болса, оның интегралын пиге тең болса 0 болса, онда мынаны тап дейді. Яғни бірінші интегралын табайық. Яғни ол бізде синус x плюс с. Яғни бұл біздің алғашқы функциямыз еді. Енді соның орнына біз пиді қоятын болсақ, бізде 0 болады дейді. Пиді қойып қарайық. Синус пи плюс с тең 0. Синус пидің өзі 0 еді бізде. С 0-ге тең болады. Сонда функциямыз, негізгі функциямыз бізде синус x болайын деп тұр. Енді мынаны табамыз. F пи бөлінген 2 көйілген F пи бөлінген 6. Яғни синус пи бөлінген 2 көйілген синус пи бөлінген 6. Синус 90 дегеніміз бізде 1-ге тең, ал синус 30 2-ден 1-ге тең. Жауап 2-ден 1 болады. Ол 0,5. Келесі. Берілген функцияның x0 нүктесінде жүргізген жанаманың теңдеуін тап дейді. Бірінші жанаманың формуласын жазайық. Жанаманың формуласы ол мынаған тең. Сонда бізде бірінші осыларды табу керек боламыз. Бірінші f аты x-іміз бізде x-ның 4 дәрежесі плюс x-ке тең болса, онда x 0 қоятын болсақ, орнына 1 қоятын болсақ, 1 плюс 1 тең 2 болады. Енді туындысын табатын болсақ, бізде 4x куб плюс 1 болады. Оның орнына 1 қоятын болсақ, бізде 4 плюс 1 тең 5 болады. Енді үстіндегі нәрсені құрастыру керек тек бізге. Яқты? Так, ол 5 x минус 1 плюс 2. Яғни 5x минус 5 плюс 2. 5x минус 3. С варианты. Келесі. Y тең x квадрат минус 2x плюс 3 функциясының графигіне осы графиктің ординаты осымен қиылысатын нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз дейді. Бізге бірінші ординаты осымен қиылысатын нүктесін табу керекпіз. Қиылысатын нүктеміз қайсы? Ординаты дегеніміз бізде ол y осі. Сонда y осімен қиылысу үшін x-тің өзі 0 болу керек. Яғни x0-іміз 0 тауып алдық.
Онда дәл жағындай. Бірінші f от x'imiz бізде тең болады x квадрат минус 2x плюс 3. x-тің орнына біз x нөлді қоятын болсақ, яғни нөлді қоятын болсақ, бізде 3 шығады. Туындысын табайық. Туындысы бізде 2x минус 2. Орнына нүктемізді қоятын болсақ, нөлді қоятын болсақ, минус 2 шығайын деп тұр. Сонда жанамамыз бізде құрастырып алайық. Ол мынандай ережемен құрастырылады. Сонда минус 2 жақшаның ішінде x минус 0 плюс 3. Жақшаның ішінде тек x қалады, сонда 2x минус 2x плюс 3 болайын деп тұр. Ол a деген жауап. Келесі. 2 косинус 3x функциясының графигіне пи бөлігіне 18 нүктесін жүргізген жанаманың көлбеуіне бұрышының тангенсін тап дейді. Бұрыштың тангенсі дегеніміз не еді? Тангенс альфа бізде осыған тең. Яғни біз функцияның туындысын тауып, орнына x0 қоятын болсақ, есебіміз шыға келеді. Табайық. 2 косинустың туындысы минус синус 3x, бірақ бізде 3x деп күрделі функция тұр екен, сондықтан онда туындысын табамыз. Сонда бізде минус 6 синус 3x шығайын деп тұр. Енді x-тің орнына біз пи бөлінген 18-ді қоямыз. Сонда минус 6 синус 3 көйткен пи бөлінген 18. 3 пен 18 қысқарып, бізде синус пи бөлінген 6 шығайын деп тұр. Синус пи бөлінген 6 дегеніміз синус 30. Синус 30 2-ден 1-ге тең. Сонда минус 3 шығайын деп тұр. Келесі. Бізде жанама уже берілген. Функция жүрген жанама міне түзуіне параллель болатын нүктенің абсцисиясын тап дейді. Так, енді бізге жанама дейді. Жанама дегеніміз не зат? Біздің мына жанаманың k коэффициенті бар ғой. Сол біздің алғашқы функциямыздың, оның алдында тұрған функцияның туындысын тауып x0-ді қойған кездегі мәніне тең. Сондықтан біз мынаның туындысын табайық. Яғни туындысы бізде x квадрат болайын деп тұр. Енді соның орнына біз x0-ді қоятын болсақ, 16 шығайын деп тұр. x0-іміз бізде плюс минус 4 болайын деп тұр. Келесі. Алғашқы функциясын табу керек. 3-тен 1 синус x бөлінген 3-ті жеке табайыншы. 3-тен 1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Деп осылай алайын. Енді бізде күрделі функцияның алғашқы функциясын тапқан кездегі қасиетіміз бар. Есімізге түсір жіберейік. kx плюс v. Ол k-дан 1 f kx плюс v плюс сайт. Енді бұл коэффициентіміз бізде 3-тен 1 болайын деп тұр. Ал 3-тен 1-ді k-дан 1 деп кері мәнін алатын болсақ, ол 3-ке тең болады. Сонда бірінші мына 3-тен 1-іміз жаза алайық. Формуладағы k-дан 1 болып ол 3 барады. Енді синустың интегралы не еді бізде? Ол бізде минус косинус еді. Содан минус косинус 3-тен x плюс с. Мына жерде бізде минус косинус x бөлінген 3 шығайын деп тұр. Келесі мынаны жеке ала қойын. 2-ден 1 косинус x бөлінген 2 dx. Ол да дәл солай. Яғни 2-ден 1 коэффициентіміз қалай береді? Мына 2-ден 1-дің керісін аламыз. 2 болады.
Ал косинустың интегралы бізде синус x бөлінген 2 плюс с. Яғни яқта синус x бөлінген 2 шығайын деп тұр. Енді екеуін қосатын болсақ, біздің мәніміз минус косинус x бөлінген 3 плюс синус x бөлінген 2 плюс с шығайын деп тұр. Ол бізде с екен. Басқа жоқ қой, басқа жоқ. Келесі. Мына сызықтармен шектелген функцияның туындысын тап дейді. Фигураның ауданын тап дейді. Біз қазір суретін салайық оны. Суретін салайық. Y квадрат дегеніміз y квадрат дегеніміз бізде мынандай функция. Осындай функция. Ал x куб дегеніміз мынандай функция. Енді екеуін орнына алып келетін болсақ, мындай нәрсе шығады. Так, екеуі қиылыспай қалды менде. Қайтадан. Қиылысатын қылып істей алайын. Менің мақсатым мына жерде бір болу керек. Міне. Екіншісі бізде кубтық функция. Так. Үлкен қылып алайық сонда. Міне, мына бізде бірлік болсын. Міне, 1. Мына бізде минус 1 болсын. Біздің неміз x квадрат деген функциямыз. Ол мынаяқтан былай келіп былай кетеді. Былай кетеді. Яғни бірден нүктені қиады бізде. Ал кубтық функциямыз ол былай кетеді. Яғни айтқым келіп отырғаны ол x квадраттың астынан өтеді. Яғни мына жерде үлкендеу салатын болсақ, біреу былай кететін болса, екіншісі былай кетеді. Сонда осындай кішкентай бізде бөлшек пайда болады. Сонда бізде екі функция болатын болса, оның патологы, мына y деп есептесек, оның патологы бізде y тең x квадрат болады. Ал пол y тең x куб болады. Бетек. Яғни бір y деп есептесек, патологы x квадрат, ал полы x куб. Неге x куб одан кіші деп сұрайтын болсаңыз, сіз 0 мен 1-дің арасындағы кез келген бір сан алыңыз. Мысалы 0,5 ортасындағы. 0,5-тің квадраты сізде 0,125 болады. Ал 0,5-тің кубы 0,125 болады. Сол 125 0,5-тен кіші болады. Сондықтан ол төменде орналасады. Енді оның біз ауданын қалай табамыз? Біз мына қиылысқан мәндерді таптық. 0 мен 1-ді аралықта білеміз. Қай аралықта екен олар? 0, 1. Енді біз патологтан полды азайту керекпіз. Яғни x квадраттан x кубты азайтып dx деу керекпіз.
интегралын табайық. Ол бізде x куб бөлінген 3. Мықты x-ің 4 дәрежесі бөлінген 4. 1-ді қойымыз, 0-ді қойық. 1-ді қойсақ бізде 1 бөлінген 3 минус 1 бөлінген 4 болады. 0-ді қойсақ 0 бөлінген 3 минус 0 бөлінген 4. Мана жақса толығымен 0 болады. Біз мана шығарайық. 4-тен береміз, 3-тен береміз. Сонда 12-ден 4 минус 12-ден 3. Яғни 12-ден 1 болады екен. Ол В. Келесі 31-ші есеп. Сызықтармен шектелген функцияның фигура ауданын табыңыз дейді. Міне бізде x минус 1-дің квадраты деген x квадрат болады болса, x квадрат болады болса, оны минус 1 деген сөз, ол бір қадамға ауысу деген сөз. Сосын x 0, y 0 дейді. Сонда бізде мына бөлігі сұрап тұр бізде. Міне. x 0 дегеніміз міне. y 0 деген міне. Функциямыз міне. Осы бөліктен сұрап тұр бізде. Осы бөліктің ауданын сұрап тұр. Соны таба қойық. Яғни бізде аралығымыз 0 мен 1-дің 0 мен 1-дің арасы, себебі 0 нүкте, мынау 1 деген нүкте. Сосын бізде патологымыз x минус 1-дің квадраты, ал пол 0 болады. Оны жазбай қойсақ болады. Осын интегралын табайық. Не бойынша? Кесте бойынша 3 бөлінген 3 болады. 1 және 0. Енді 1-ді қоятын болсақ, бізде 0 болып тұрған. Көре тұрыңыз. Енді бірінші 1-ді қоямыз. Сонда 1 минус 1 бөлінген 3. Куб. Минус, енді 0-ді қойық. 0 минус 1 бөлінген 3. Куб. Бірінші ашамыз бізде 0 бөлінген 3. Ол 0 болып кетеді. Амяқта минус 27-ден 1 болайын деп тұр. Жақшаны ашамыз. 27-ден 1. Біздің кубымыз мынаның ішінде екен ғой. Сонда 3-тен 1 болады. Жауап Ф. Келесі. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. 5x квадрат минус x квадрат және y бізде x плюс 3. Былай жазайық. Біз қазір мына фигураның графикті сызбаймыз. Біз не істейміз? Біз қазір осы екеуін қиылыстыра саламыз. Қай нүктелерде қиылысады екен? Ол үшін біз y1 тең y2 дейік. Яғни 5x минус x квадрат тең x плюс 3 дейміз. Барлығын сол жаққа жіберейік. X квадрат плюс x минус 5x плюс 3 тең 0. X квадрат минус 4x плюс 3 тең 0. X минус 4, x минус 3, x минус 1 тең 0. X тең 3, x тең 1. Яғни осы нүктелерді қиылысады екен. 1 мен 3-тің арасында. Енді бізге мына функцияның 3, 1 дедік. Енді қайсынан азайтатымызды білу керекпіз біз. 5x квадрат минус x квадраттан x плюс 3-ті азайтамыз ба? Керісінше ме? Ол үшін не істейміз?
Ол үшін екі нүктені алып алайық. Мысалы бізде мынау бар. Біріншісі бола қойсын. Екіншісі бар. Сол нүктеге мына 1 мен 3-тің арасындағы бір мәнді қоямыз. Ол енді бүтін как раз 2 бар екен, 2-ні қойайық. 2-ні қойсақ бізде 10 азайту 4, яғни 6 шығады. Мынаған 2-ні қоятын болсақ 5 шығады екен. Сонда бұл кішілеу екен. Яғни ол пол екен. Подологымыз мынау. Яғни онда мынау бізде дұрыс істелінген. Жақшаны ашайық. 5х минус х квадрат минус х минус 3. Яғни минус х квадрат плюс 4х минус 3 болып тұр. Енді интегралын табамыз. Ол минус х куб бөлінген 3 плюс 4х квадрат бөлінген 2 минус 3х. 3 пен 1. Мән дұрыстап жазып алайық. Ақшамдап минус х куб бөлінген 3 плюс 2х квадрат минус 3х. 3 сосын 1. Бірінші 3-ті қойайық. Сонда бізде минус 3-тің кубы 27, оны 3-ке 27 бөлінген 3 болып жазай берейін. Плюс 2 өйткен 9, ол 18. Минус 9. Ол 3-ті қойған кезде. Енді 1-ті қойайық. Минус 1 бөлінген 3 плюс 2 минус 3. Мынау бізде минус 9 береді. Минус 9, минус 9, минус 18. 18-ге 18 қоссақ 0. Сонда мына жақшамыз бізде 0. Мына жақшаны аша қойайық. Сонда бізде 3-тен 1 минус 2 плюс 3. Сонда 3-тен 1 плюс 1. Ол 1 бүтін 3-тен 1. Бұл жауабы. Келесі. Мына сызықтармен шектелген қиысыз сызықты абсцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемі дейді. Бұл бізде не зат? Бізде бір функция бар. Мынандай функция бар. Сол функцияны айналдырған кезде пайда болатын дененің көлемін сұрайды. Оның формуласы бар. Міне бізде x2, x1, мынақта пи жазылады, y квадрат dx деп аталады. Осын шығарамыз. Так, көлемі. Бұл жолы біз график сызу керек екенбіз. График сызайық. Плюс мәнін алайықшы. Екі х минус 6 дейді. 2х минус 6-ның орнына x-ің орнына 0 қоятын болсақ, y-іміз минус 6 болды. Яғни мынақта 3 мына жерде болады. Осы нүктеден басталады бізде. Қазір күте тұрыңыздар. Міне бізде графигін сыздық. Сосын 1, 2, 3, 4, 5. Мұнан айтып тұр бізге. Осы функцияның, осы дененің көлемін табу керекпіз біз. Осыға қалдыра қойып. Сонда бізге мәні керек 5, мынақта 3 екен. 3 пен 5-ің арасында. 3, 5, пи, мынақта 2х минус 6-ның квадраты dx. 5, 3. 2х минус 6-ның квадраты бізде не болады? 4х квадрат минус 24х плюс 36.
Мән таба қойық. Бізде 4х куб бөлінген 3 минус 24х квадрат бөлінген 2 ол минус 12х квадрат плюс 36х 5 және 3 дейді. Оңай жол бар ма еді бұл жерде? Қазір бірінші шығарып көрсетейін, содан кейін көрсетермін оңай жол. Бірінші 5-ті қойайық. 5-ті қойған кезде бізде 4 көбейткен 125 бөлінген 3 минус 12 көбейткен 25 плюс 36 көбейткен 5. Азайтамыз. Енді 3-ті қоямыз. 3-ті қойсақ 4 көбейткен 27 бөлінген 3 ол бізде 4 көбейткен 9 десек болады. Минус 12 көбейткен 9 плюс 36 көбейткен 3 ол 108. Сонда 25-ті 4 көбейтсек бізде неше болады? 500 болады. 500-ді 3-ке бөлеміз. 500 бөлінген 3. Мына жерде 300 плюс мына жерде 180. Азайту. Так, 4 көбейтілген 9-дан 12 көбейтілген 9 жазатын болсаң, 8 көбейтілген 9 шығады. Минус 8 көбейтілген жазып. Яғни ол 72. Минус 72 плюс 108. Сонда минус 300 плюс 180 бізде ол 120 береді. Минус 120-ны 500-ді 3-ке бөлейік, бізде не болады? 1 6 166 бүтін 3-тен 2 екен. Одан азайтамыз 120-ны 108-ден 72 азайтатын болсақ, бізде 36 болайын деп тұр. Жасанаша қойып, бүйтіп пи болсын. Сонда 166-дан 120 азайтамыз, бізде 46 қалады. 46-дан 36 азайтатын болсақ, бізде 13 бүтін 2 пи, яғни 32 пи бөлінген 3. С жауабы. Енді оңай жолы бар ма еді? Оңай жол мына жерде еді. Бізде күрделі функцияның алдында 2 деген мән болғасын, біз оны 2-ден 1 деп алдына шығарамыз. Оны пи бөлінген 2 деп алдына шығара қойдық. Содан кейін 2х минус 6-ның кубы дейміз де, оны 3-ке бөлеміз. Сонда 5 және 3. Яғни біз неқа пи бөлінген 6 көбейтілген 2х минус 6-ның 3 дәрежесі дейік. 5 және 3. Енді мына пи бөлінген 6-ны мен тиіспеймін. Жасан сыртынан қалдырамын. Жасан ішіне бірінші 5-ті қоямын. Яғни 10 минус 6-ның кубы минус 3-ті қоямын. Ол бізде 6 минус 6-ның кубы болады. Сонда бізде пи бөлінген 6 көбейтілген. Бұл жақшамыз бізде 0, бұл жақшамыз 4 болады. 4-дің кубы бізде 64. Енді 2-ке қысқаратта 32 пи бөлінген 3 шығады. Енді егер сіз күрделі функцияның интегралын табуды білетін болсаңыз, есебіңіз оңай шығайын деп тұр екен. Міне неше қадаммен шығардық? Мына жерден неше қадаммен шығардық? Екеуінде де бірдей жауап шығады. Қайсы сізге оңай, сонымен шығарыңыз. Мынаны шығарайық. Берілген сызықтармен шектелген
қисығызды трапецияның абсцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемін тап. Бірінші графигін салайық. Оның графигі қандай болмақ? Қарайық. Бірінші y тең түбір асты 3 минус x квадрат болатын болса. Қазір екі жағында квадрат дейтін болсақ, бізде y квадрат тең 3 минус x квадрат болады. X квадратты сол жаққа жіберейік. X квадрат плюс y квадрат тең 3 болады. Бұл бізде шеңбердің функциясы. Түбір асты 3-тің квадрат дейік. Бұл бізде мынандай осындай түрге келетін бір функция. Сонда радиусымыз түбір асты 3 болатын шеңбер. Бірақ мына жақта неге түбір астымен алып тұр? Бізде ол тек оң мәнін ғана алсын деп тұр. Яғни егер бізде шеңбер осындай шеңбер болатын болса, функцияның графигі осындай шеңбер болатын болса, одан тек қана плюс жағын алсын деп тұр бізге. Жоғарғы бөлігін алсын деп тұр. Сонда біздің неміз радиусымыз түбір асты 3 еді. Енді айтады, бізге минус 1 мен плюс 1-ді алсын дейді. Ол мына жақта. Ол кіші екеуде. Мына екі бөлік бұлай. Минус 1, мына жақта плюс 1 тұр. Осы аралықты алу керекпіз біз. Симметричный болған жоқ, бірақ мағынасы түсінікті шығар. Трапецияның абсцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемін табыңыз дейді. Дәл жаңа формуланы істейміз. Бізде пи минус 1, 1, мына жақта 3 минус x квадраттың квадратының мәнін аламыз. Яғни бұл түбірден шығып кете қойды. 3 минус x квадрат dx болады. Енді оның интегралын табайық. Ол бізде 3x минус x куб бөлінген 3. 1 минус 1. Так, мұна 3-тен құтылайықшы. Оны біз бейтіп, неққа пи бөлінген 3-текті. Жақшаның ішіне біз сонда бізде 9x минус x куб болады. Жұмысымызды кішкене жеңілдетейік. Енді орнына қойайық. Пи бөлінген 3 тұра берсін. Бірінші 1-ді қоямыз. 9 минус 1 болады. Азайтамыз. Минус 1-ді қоямыз. Минус 9 плюс 1 болады. Сонда пи бөлінген 3-ке тесіпейік. Мына жақшаның ішінде бізде 8. Мына жақшаның ішінде минус 8 болады. Сонда 16 екен. 16 пи бөлінген 3. Бұл жолы бізде аралас санымен жазсын дейді. Жауабы А екен. Отыз бесінші есеп. Дәл жағындай. Бізге бірінші графигі керек. Графигін білмей, біз есеп шығара алмаймыз. Бұл біздің стандартты x квадрат деген функция, бірақ оны бір қадамға жоғарыға көтерген екен. Сондықтан ол мына жерден былай кетеді. Яғни бір қадам жоғарыға тұрады. Осылай болсын. Енді x тең 1, x тең 2 дейді. X тең 1 міне. X тең 2 мына жерде.
мына сызығымыз бізде жалғасып кетеді олай. Сонда бізде мынаны сұрап тұр, айналдырғанда пайда болады. Енді шығарайық, яғни бізде бір басқа бір функция жоқ екен. Онда істей берейік. Не болады бізде? 1, 2 пи x квадрат плюс 1-дің квадраты dx. Шашаны аша қойық. Не болады бізде? X-тің 4 дәрежесі плюс 2x квадрат плюс 1 dx. Табамыз. Пи x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс 2x куб бөлінген 3 плюс x. 2, 1. Дәл жаңағыдай жұмысымызды жеңілдетіп жібере қойық. Жақшаның ішін 15-ге көбейтеміз. Сонда бізде не яқта? 3x-тің 5 дәрежесі плюс 10x куб плюс 15x болайын деп тұр. Жақшаның ішін 15-ге көбейттік. Сол үшін мына жерде 15 пайда болды. Енді мәнін табайық. Пи бөлінген 15. Бірінші 2-ні қойып отырық. 2-нің 5 дәрежесі бізде 32. 32-ні 3-ке көбейтетін болсақ 96. Плюс 2-нің 3 дәрежесі 8. 8-ді 10-ға көбейтсек 80. Плюс 15-ге көбейтсек 30. Бірінші ақша кетті. Екінші ақша. Ол коэффициенттердің қосындысы болады тек. 1 болғасын. Енді 176 206 болады. Бірінші ақша. Оның азайтамыз 28-ді. Сонда бізде болады 178. Бұл еш қысқармайды. Бізде бөлшекпен тұр ма? Онда былай 178-ді 15-ге бөле қойық. 1-ден берсе 15, қалдығы 2, 28. Тағы да 1-ден келеді. 15, 13. Сонда бізде 11 бүтін 15-тен 13 пи. С жауабы. Келесі. Берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның абсцисса осімен айналдырып бұрғанда шығады дененің көлемін табыңыз. Көрсетіңіз, мынадан бір абсцисса осі ғой. Себебі егер ординаты осі болатын болса, есеп басқаша шығады. Формада басқаша болатын еді. Барлығы абсцисса осімен айналдырғанда екен. Онда болды. Есеп шығара берейік. Бірінші графигін салайық. Ол былай. Былай еді. x3, x1 дейді. Міне 1, 3. Онда дұрыс екен. Болды. Осыны немен істей берейік. Формуламен жасай берейік. Пи 3, 1 x-тен 1-дің квадраты dx. Сонда бізде пи бұл бізде 3, 1 x квадраттан 1 dx. Біз бұның формасын білеміз ғой. Ол бізде минус x-тен 1 3, 1 болады. Минус b деп қойып алайық ішіне. Бірінші 3-ті қоямыз. Мына минусты мен p-ге шығарып жібере қойдым. Бірінші 3 қоямыз. Сосын 1 қоямыз.
тұра берсін жаңа. Минус 3-тен 1 минус 1-ден 1. Яғни біз 1-ден 3-тен 1-ді азайтып отырық. Ол 3-тен 2 пи болады. В. Бұл тез шығып кетті. Келесі. Берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияны абсцисса осымен айналдырып ұрғанда шығатын дененің көлемін табыңыз дейді. Дәл жаңағы графигі бар ғой бізде. Яғни 1, 0, пи x квадрат плюс 2-нің квадраты dx. Пи 1, 0, x квадрат плюс 4x плюс 4 квадрат. 4 дәреже. dx. Сонда пи x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс 4x куб бөлінген 3 плюс 4x. 1, 0. Енді біз баяқ көргеніміздей 0-ді қойсақ, бізде есеп бәрі 0 болады сірә. Сондықтан тек 1-ді қоя саламыз. 1-ді қоямыз сонда. 5-тен 1 плюс 3-тен 4 плюс 4 пи болады. Одан 0 қоятын болса, сірә шықпайтын болады. Осылай істей береміз. Енді ортақ бөлім келтірейік. 3-тен береміз. 3-тен береміз. Мынаған 5-тен береміз. Мынаған 15-тен береміз. Сонда есебіміз 3 плюс 20 плюс 60 бөлінген 15 пи. 83 бөлінген 15 пи. 83-ті 15-ке бөлейік. 5-тен берсең 75, 5-тен береміз. 75, 8. Сонда бізде 5 бүтін 15-тен 8 пи. Д. Келесі. Функция графигіне x0 тең 3 нүктесіне жүргізілген жанаманың абсцисса осымен жасайтын бұрышы альфа болса, синус 2 альфаны табыңыз. Жаңа біз бұрышымыз не тангенс альфа, ол біздің мынаған тең еді. Яғни біз бірінші туындысын тауып аламыз. Функцияның туындысы бізде 2x минус 4. Оған 3 дегенді қояйық. Сонда бізде 6 минус 4 ол 2 болады. Сонда тангенс альфамыз 2-ге тең болса, синус 2 альфаны сұрап отыр бізден. Так, синус 2 альфа дегеніміз неге тең еді? Ол 2 синус альфа косинус альфаға тең еді. Енді бұның бөлімде 1 бар. Сол бөлшектің алымында бөлімде косинус квадрат альфаға бөлек. Яғни алымында бөлімде косинус квадрат 1 бөлінген косинус квадрат альфаға көбейтеміз. Сонда дым өзгермеу керек бізде. Не болады? Алымда 2 тангенс альфа шығады, ал бөлімде 1 бөлінген косинус квадрат альфа шығады. Есімізге түсірейік. Тангенс квадрат альфаға 1 қосатын болсақ, бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфа шығатын еді. Сонда бізде бөлімінде бізде қазір тангенс квадрат альфаға 1-ді қосқан мән шығайын деп тұр. Енді біз тангенс альфаның мәнін білеміз ғой. Ол 2 ғой. Тангенс альфаның орнына біз 2 қойық. Сонда 2 квадрат плюс 1. 4, 5. Ол бізде 0,8-ге тең. Міне. Міне. В-ды ұзын болды.
В мен D екен дұрыс жауабы. Келесі. Y тең x куб минус x бөлінген 3 функциясының экстрем нүктелерін тауып сәйкестендіріңіз. Экстремум табу үшін бұны нөлге тең экстремумс туындысын. Сонда бізде не болады? 3x квадрат минус 3-тен 1 болады. Тең 0. Алымның барлығын 3-ке көйте салайық. Сонда бізде 9x квадрат минус 1 тең 0. 9x квадрат тең 1. 9-ға бөлек x квадрат тең 1 бөлінген 9. Сонда x бізде плюс минус 3-тен 1 шығады. Координат сөйлей саламыз. Минус 3-тен 1 плюс 3-тен 1. Біз туынды тапқан мәнін қараймыз. Мынаған қараймыз. X-тің орнына мысалы 0 қойық. 0 қоятын болсақ, бізде минус шығады. Ол мына жерде. Қалған екеуі плюс екен. Сонда өсу аралығы, кему аралығы, өсу аралығы. Сонда бұл максимум нүктесі болады. Бұл минимум нүктесі болады. Максимум нүктеміз не? Ал минимум нүктеміз бізде неге? 3-тен 1 дейді. Қайтеғі болды. 3-тен 1 болу керек. Да болады еді. Күте тұрыңыз. Мынау А, мынау В. Болды. Солай екен ғой. Келесі. Функциясын қандай аралықта өсетінін және кемитінін анықтаңыз. Яғни туындысын тауып, біз оны нөлге теңестіреміз. Туындысын табайық. Y-дің туындысы 4 коэффициент, оған тиіспейміз. 2 алдына түседі. Сосын x плюс 2-ның 1 дәрежесі дейміз. Ішіндегі x плюс 2-ның туындысын табамыз. Ол 1-ге тең. Значит, бізден яқта 8x плюс 2 тең 0 дейік. X плюс 2 0-ге тең болса болды. X тең минус 2. Минус 2. Мынаған қараймыз. X-тің орнынан бір мән берейік. Мысалы 0 деген мән берейік. 0 деген мән беретін болсақ, бізде 16 шығады. Яғни плюс 0 деген ол минус 2-ның оң жағында еді. Кемейді, өседі. Өседі. Минус 2-ден плюс 2-ге дейін. Яғни С кемейді минус 2-ден минус 2-ге дейін. В. Жазып қойайық. Минус 2-ден минус 2-ге дейін. Кемейді. Минус 2-ден плюс 2-ге дейін. Өседі. Болды. Сау болыңыздар.